Туризм және қонақжайлық индустриясы колледжі. Өндірістік оқыту шебері Абишева Қаршыға Оспановна. Мамандығы тамақтандыруды ұйымдастыру. Модуль коды және атауы КМ05 шикізатты дайындау және қамырды илеу. Сабақтың тақырыбы қамыр ашыту әдісімен ашыған қамыр дайындайды. Сабақтың мақсаты білім алушылардың 100% техника қауіпсіздік ережелері мен санитарлық нормаларды сақтай отырып, қамыр ашыту әдісімен ашыған қамыр дайындайды. Жұмыс басталар алдындағы қауіпсіздік ережелері: арнайы киімді кию, шашты орамалдың астына алып тастау, киімнің жеңін шынтаққа дейін байлау немесе қол буына бекіту, жабдықтың қауіпсіздігі мен бос жүрісін тексеру және оны қысқа мерзімге қосу жолымен тексеру, қуыру, бетінің жай-күйін, конфорка блогының астында, тұғырдың және қуыру шкафының камерасында табақтың болуын тексеру. Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері: кондитерлік өнімдерді дайындаудың технологиялық процестерін сақтау, ұнды, қант, ұнтағын илеу операциялары арнайы жабдықталған жұмыс орындарында жүргізілуі керек. Пісіру үшін қалыптар мен табақтарды қолдануға болмайды. Пештің температурасын бақылаңыз, оның қызып кетуіне жол бермеңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі қауіпсіздік ережелері: жылу және электр жабдықтарын сөндіріңіз. Розеткадан ажыратқан кезде сымды тартпаңыз. Плитаның және басқа қуыру жабдығының қыздырылған бетін сумен жумаңыз. Жабдықты жұмыс үстелін, ыдыс-аяқ пен ас үй жабдықтарын санитарлық өңдеуді жүзеге асырыңыз. Ас блогын дымқыл тазалаңыз және шығатын желдетуді өшіріңіз. Бұл туралы басшыға хабарлаңыз. Арнайы киімді шешіп, бет пен қолды сабынмен мұқият жуыңыз. Қамырдан өнімдер тобына жататындар: ұннан жасалған өнімдер, оған варениктер, тұшпарлар, құймақтар, оладьйлер жатады. Ұннан жасалған аспаздық өнімдерге бәліш, растягай, кулебякилар, ватрушкалар жатады. Ұннан жасалған гарнирлер үй жағдайларындағы біздің кеспе, клетки жатады. Қамыр түрлері: ашытылған қамыр, қамыр ашыту әдісімен ашыған, ашытусыз. Ашытқысыз қамырға жататындар: майқоспа қамыры жатады, бисквит қамыры, қайнатпа қамыры, бүгілмелі қамыр, қатпарлы қамыр, бадам қамыры, кеспе, тұшпара үшін сұйық еп қамырлар түрлері жатады. Қамырды қопсыту әдістері үшке бөлінеді. Бұл биологиялық, химиялық және механикалық топтарға бөлінеді. Қамыр ашыту әдісімен ашыған қамыр дайындау үшін шикізатты дайындаймыз. Оған ұнды илектеу, ашытқыны жылы сумен еземіз, жұмыртқаны жуып, сүтті сүзіп, тұз бен қантты сұйықтықта езіп аламыз. Сары майды жұмсарту немесе ертіп алып барлығын қосамыз. Қамыр ашыту әдісімен ашыған қамыр. Ашытқылар: електен өткізілген ұн 35-60% қосамыз және қант 4%, 35-40 градус Цельсия температураға дейін жылытып, сүт немесе су
қосамыз. Барлығын араластырып, жұқа қабатты ұнмен себеміз. 2-3 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қалған суды оған ерітілген тұз бен қант, жұмыртқа, май және хош иісті заттар қосамыз, араластырамыз. Қалған ұнды қосып, араластырып, еріген немесе жұмсартылған сары май қосамыз. Араластырып, 30-40 градус Цельсия температурада 2-2,5 сағатқа ашуға жылы жерге қоямыз. Ашу барысында қамырды 2-3 рет илейміз. Параның дайын болуы. Дайын қамыр көлемі 2,5 есе артады. Бетінде көпіршіктер пайда болады. Ашыту процесі басылады. Бетінде көпіршіктер аз және аз пайда болады. Пара аздап басылады. Қамырдың пайда болуы. Ашыған қамыр көлемі 2,5 есе артады. Қамырдың беті дөңес. Қамыр жағымды спирт иісіне ие болады. Саусақпен басқан кезде беті баяу текстіледі. Қамырды бөлшектеу, үлестерге бөлу, домалату, аралық толықсыту 5-10 минут, пішіндеу, қорытынды толықсыту 30-40 минут. Жұмыртқамен жағып, сарықұзбен, сүтпен соңында пісіреміз. Пісіру кезіндегі өзгерістерде үгінділердің пайда болуы, клейстеризациясы, ақуыздардың коагуляциясы, алкогольдің булануы, будың пайда болуы, қабықтың пайда болуы, крахмалдың, қанттың карамелизациясы, ашытқы қызметінің толықтылуы, ашытылған піскеннен кейін суыту, ылғалды қайта бөліп шығаруы, ашытылған қамырдан майда өнімдерді 260-280 градуста пісіреді. Қамыр ашыту әдісімен ашыған қамырды дайындаудың тәжірибелік көрсетілімі.